Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің атым Аружан, 24-темін. Алматыда жұмыс істеймін. Жартылай шығармашылық ортада жүремін. Көп сөйлемейтін, бірақ ішкі жан дүниесі бос емес қызбын. 1 жыл бұрын Дастанмен таныстым. Өзі сымбатты, сабырлы, нағыз жігіт деген атқа лайық жан. Біз көп уақыт жүрдік. Мен оның отбасымен де таныстым. Бірінші рет үйіне барғанымда бәрі жылы қарсы алды. Ата-анасы да, қарындасы да. Бірақ мені бір жанар ерекше мазалады. Ол Дастанның інісі Әлішер. Әлішер менен 1 жасқа кіші. Университетте оқиды. Бір түрлі жұмбақ. Әуелгіде жай ғана сыпайы еді, бірақ уақыт өте келе оның маған көзқарасын сезе бастадым. Кейде ас бөлмесінде екеуміз ғана қалып, ол үндемей тұрып маған тура қарайтын. Бір сәтке ғана. Бірақ сол көзқараста менің ар-ұжданыммен ойнайтын нәрсе бар еді. Неге мен дір етем? Неге ол маған жақындаса, менің тынысым өзгереді? Бір күні түнде отбасыммен демалыс үйіне бардық. Бір үй, бірнеше бөлме. Мен Дастанмен бір бөлмеде, Әлішер көрші бөлмеде. Түнде Дастанның ұйқысы келіп, ұйықтап кетті. Мен далаға шықтым, ауа жұтпақ болдым. Сол кезде арт жағымнан бір дауыс: "Ұйықтай алмай тұрсың ба?" Бұл Әлішер еді. Ол да сыртқа шыққан екен. Біз біраз үнсіз тұрдық. Сосын ол: "Сен ерекше қызсың" деді. Мен үндемедім. "Кешір, мен сені бірінші көргеннен бастап өзімді тежей алмай келем. Бұл дұрыс емес екенін білем. Бірақ мен артыма бұрылмадым. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Қашуым керек еді. Бірақ аяқтарым жерге қадалып қалды." Сол түнде бәрі бұзылды. Жуынатын бөлмеге су алуға кіріп едім. Арт жағымнан есік жабылды. Әлішер. Ол маған тым жақын келді. "Қаласаң шығып кетейін" деді. Бірақ мен үндемедім. Оның ерні мойныма тигенде мен қарсы келген жоқпын. Бұл ақылмен қабылданған шешім емес. Бұл ішкі әлсіздік, тыйым салынғанды қалау. Ол мені сол жуынатын жерде сүйді. Тынысымыз араласты. Тек сол сәтте мен жүрегіммен қимылдадым. Тәнім басым болды. Ертеңіне мен Дастанның көзіне тіке қарай алмадым. Құшағында денем тырысып қалды. Әлішер де үндемеді. Бәрі бұрынғыдай кейіпте жүрді. Бірақ менің ішімде дауыл тұрды. Өзімнен жеркендім. Бірақ қайтадан сол сәтті ойласам, жүрегім тыным таппайды. Бірнеше апта өткен соң Әлішер маған хабарлама жазды. "Сол түнді ұмытпа. Сен мені сездің. Мен сенің шын қалағаның болармын. Бірақ мен бауырымның көлеңкесінде қаламын." Мен телефонды сөндірдім, бірақ ойымды өшіре алмадым. Бірде Дастан маған үйлену туралы сөз қозғады. Мен үндемедім. "Не болды саған? Соңғы кездері өзгеріп кеттің" деді. Мен: "Мүмкін біз ерте бастаған шығармыз" деп қана жауап бердім. Мен оны сүйдім, бірақ денем опасыздық жасап қойған еді. Екеуі екі бөлек бағытта жүрді. Сол түннен кейін мен өзімді бұрынғыдай сезіне алмадым. Жігітім Дастанмен бірге жүрсем де, ішкі күйзелісім өшпеді. Таңғы ұйқыдан оянғанда жүрегім басылмай соғады. Тамақ жегім келмейді. Әлсіздік, үнемі жүрегім айни береді. Бір күні дәріханадан тест алдым. Салқын ваннада тұрып алып, сілкіп қарап тұрдым. 2 сызық. Тізем дір етіп, еденге тізерлеп отыра кеттім. Қатты тыныс алдым. Ішімді ұстадым. Құрсағымда бір жан бар. Бірақ оның әкесі кім? Менің етек кірім сол түннен кейін тоқтаған. Ал Дастанмен соңғы аптада бірге болмағанбыз. Көп есептедім. Қай күн, қай түн, қай сәт. Бәрі бір ғана күнге келіп тірелді. Сол тыйым салынған түнге. Менің құрсағымда Дастанның емес, Әлішердің қаны бар екенін жүрегім сезіп тұрды. Бірақ мен үндемедім. Дастанға айтуға дәтім бармады. Ол мені сүйетін, ол мені болашақ жары деп жүрді. Ал мен тек тыныштық үшін өтірік тыныс алып жүрдім. Дастанға бәрібір айтуға батылым жетпеді. Ол бала бар екенін естігенде қуанды. "Керемет жаңалық қой, біздің кішкентайымыз болады" деп құшағына басты. Сол сәтте ішім күйіп кетті, бірақ үндемедім. Бәрі тез өрбіді. 2 жақ ата-анамыз кездесті. Құдалық өтті, біз үйлендік. Мен ішімде өсіп жатқан өмірмен, біреудің алданған көзқарасымен және жүрегімнің тереңінде өшпей тұрған Әлішердің бір сәттік құшағымен тұрмысқа шықтым. Дастан кейде ұзақ ойланып кететін болды.
Түнде қасыма жатса да бетіме тіке қарамайтын. Мен сөйлегенде жымиғанымен күлкісінде сенім жоқ еді. Бір күні жай ғана сұрады: айтшы, сенде бәрі рас па? Мен шын әке боламын ба? Тәнім тоңып кетті. Аузым құрғап, сөз таба алмадым. Иә дедім. Бірақ даусым өзіме жат естілді. Ұл туды, атай бар. Көзін ашқанда сол көз, қара көздер, сол тік қара шаш, сол танау Дастан емес, нағыз Әлішер. Мен ешкімге айтпадым, бірақ Дастан бәрін түсінді. Түннің бір уақытында Айбарды қолына алып тұрып жай ғана айтты: сен енді өтірігіңмен өмір сүріп көр. Сол түні ол бөлек бөлмеге кетті. Баламен қыдырып жүргенде ойламаған жерден Әлішермен соқтығысып қалдым. Ол балама қарап қатты тоқтап қалды. Сосын маған қарады. Көздеріміз тоғысты. Бұл менікі, иә? Аружан, сен не істегеніңді түсінесің бе? Бауырымның бақыты, мен, сен, біз. Ол үндемей бұрылып кетті. Сол кезде балам жылап жіберді. Мен оны құшақтап тұрып: кешір шұлым, сен ештеңеге кінәлі емессің. Қайтадан соққан іңкәрлік. Бүгін мен жалғызбын, жас анамын. Дастан бізді тастап кетті. Үндемей, ешқандай айқай-шусыз. Әлішер бір ретте хабарласпады. Бірақ ұлым әр таң сайын оянып маған қарайды. Сол сәтте мені жылап жүрген, төсек түннен емес, ана болуға лайық бір әйел етіп тұрған сол баланың өзі. Мен өзім қалаған түннің салдарын өмір бақи арқалап өтем. Бірақ сол түн менің ең ауыр жазаға кесілген күнәлі рахатым. Әңгіменің соңы.